Назарларыңызға бүгінгі күннің басты жаңалықтарын ұсынамыз. Президент премьер-министр Асқар Маминді қабылдады. Асқар Мамин Қасым-Жомарт Тоқаевқа еліміздің 2020 жылдың қаңтар айындағы әлеуметтік-экономикалық даму қорытындылары мен инвестиция тарту мәселесіне орай қабылданып жатқан шаралар туралы есеп берді. Мемлекет басшысы бас прокурор Ғизат Нұрдәулетовті қабылдады. Қазақстан президентіне Қордай ауданында болған оқиғаға байланысты құрылған ведомствоаралық жедел тергеу тобының жұмысы туралы баяндалды. Мемлекет басшысы бас прокурорға тергеу жұмыстарының әділ әрі жан-жақты жүргізілуін және кінәлілердің жазасыз қалмауын тапсырды. Айта кетейік, өткен аптаның жұма күні Қордай ауданында жаппай төбелес орын алған болатын. Аудандағы Қаракемер, Масанчи, Бұлар Батыр ауылдарында болған қақтығыс салдарынан 176 адам ауруханаға жүгініп, 41 адам ауруханаға жатқызылған. Өкінішке қарай 10 адам қайтыс болған. Зардап шеккен азаматтарға барлығы 39 дәрігер көмек көрсетіп, мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевтың тапсырмасымен қайтыс болғандардың отбасыларына көңіл айту, оларға көмек беру мәселелері ұйымдастырылды. Қазақстан президенті ішкі істер министрін қабылдады. Мемлекет басшысы ішкі істер министрі Ерлан Тұрғымбаевтың Жамбыл облысы Қордай ауданындағы жағдайды тұрақтандыруға байланысты қабылданып жатқан шаралар жайында есебін тыңдады. Қоғамдық тәртіпті бұзып, кісі өліміне және дүние мүліктің бүлінуіне әкеп соқтырған бұзақылар заңға сәйкес жауапкершілікке тартылуы керек дегенді бас айтты. Мемлекет басшысы бірқатар лауазымды тұлғаны жауапкершілікке тарту туралы шешім қабылдады. Президент Қасым-Жомарт Тоқаев Жамбыл облысының әкімі Асқар Мырзахметовке Жамбыл облысы Қордай ауданында кісі өліміне, тұрғын үйлердің қирап, азаматтардың дүние мүліктерінің бүлінуіне әкеп соқтырған оқиғаға байланысты облыс әкімінің әлеуметтік мәселелер жөніндегі орынбасары Құрманбекованы және Қордай ауданының әкімі Байтөленің жұмыстарына салғырт қарағаны үшін қызметінен босатуды тапсырды. Бердібек Сапарбаев пен Асқар Мырзахметов Сортөбе ауылында брифинг өткізді. Бердібек Сапарбаев қазіргі таңда Қордай ауданының Қаракемер, Масанчи, Сортөбе, Қарасу және Ауқатты ауылдарының барлық кіріс-шығыстарына блокпосттары қойылып, ауыл көшелерінде қоғамдық тәртіпті сақтау жұмыстарының жүргізіліп жатқанын жеткізді. Сонымен қатар Бердібек Мәшбекұлы соңғы тәулік ішінде Қордай, Қарасу, Ауқатты және Сортөбе шекара бақылап өткізу бекеттерінен 4454 адамның еліміздің аумағына қайта оралғандығын мәлімдеді. Сенаторлар Әзербайжандағы парламенттік сайлауды бақылады. 2020 жылғы 9 ақпанда Түркі тілдес елдері парламенттік ассамблеясының халықаралық байқау миссиясы Әзербайжанда мерзімінен бұрын өткен парламенттік сайлауға қысқа мерзімді мониторинг жүргізді. Бүгін Пхукет аралында 2 катер соқтығысты. Бір катерде тай экипажы, екіншісінде 39 ресейлік турист болды. Таиланд құзыретті қызметтерінің ақпараты бойынша ауруханаларға 21 ресейлік азамат пен Таиландтың 3 азаматы жеткізілді. Бірнеше адам ауыр жағдайда. Зардап шеккендер арасында Қазақстан азаматтары жоқ. Бүгін мәжілісте палатаның вице-спикері Гүлмира Исимбаеваның төрағалық етуімен үкімет сағаты өтті. Мемлекеттік органдар бөлінген қаражатты есепті жылдың соңына дейін формалды түрде игеріп қалуға ұмтылуын тоқтатар емес. Бұл бюджетті атқарудан сапалы нәтиже алуға айтарлықтай кедергі келтіруде. Алматы базарларын қайта жаңғыртуға миллиардтаған қаражат жұмсайды. Сомасы туралы айтатын болсақ, Алматы қаласының бюджетінде базарларды жаңғыртуға қаражат қарастырылмаған. Барлығы жеке инвестиция арқылы жүзеге асырылады. Инвестициялардың жалпы сомасы 15 миллиард теңге. Модернизациялауға жататын 11 базардың 6-уына құрылыс биыл басталады. Былтыр аудан орталығы Тереңкөлде қазақ тілінде білім беретін мектеп бола тұра, қазақтың 52 баласы орыс мектебінің 1-ші сыныбына барған. Облыс орталығының іргесіндегі Кенжекөл ауылында жарқыраған қазақ мектебі салынды. Бірақ ауыл балаларының тең жартысы орыс мектебінде білім алуда. Шарбақты ауданындағы 24 мектептің 5-і қазақ тілді, 7-і аралас мектеп. Аудан мектептерінде оқитын 2895 оқушының 1017-сі қазақ тілінде білім алады. Осы 24 мектепте 2895 оқушы орыс тілінде білім алса, соның 1498-і қазақ. Жаяу жүргіншілердің көше тәртібін бұзуы жиілеп тұр. Қызылжар көшелерінде қаңтар айында ғана 460 жаяудың жол жүру ережесін бұзғаны анықталды.
Өткен жылы солтүстік Қазақстанда жаяу жүргіншілердің кінәсінен жалпы саны 31 жол көлік оқиғасы орын алып, онда 3 адам қайтыс болды, 34-і жарақат алған. Осылардың ішіндегі 7 оқиғада жаяу жүргіншілер масаң күйде болған. Мамандардың болжауына қарағанда, биылғы көктемде су тасқынның қаупі жылдағыдан жоғары. Қаңтар айында ғана түскен қар өткен жылдың сәйкес мерзімімен салыстырғанда 2,5 есеге көп. Ақмола облысының 10 ауданы, яғни өңірдің басым бөлігінде мұз жару жұмыстары жоспарлануда. Синоптиктер ақпан, наурыз айларында бір тәулікте 1 айлық жауын-шашын түсуі мүмкін деп болжап отыр. Түпқараған ауданында 805 адам үй кезегінде тұр. 32.432 халқы бар ауданның биылғы көрсеткіші 9,7%-ға өскен. Азаматтардың баспанаға сұранысын қанағаттандыру үшін 2019 жылы Форт-Шевченко қаласынан 48 пәтерлік 1 тұрғын үй, 16 пәтерлік 1 тұрғын үй және 8 пәтерлік 2 тұрғын үйдің құрылыстары басталған. Биылғы жылы пайдалануға берілмек. Түркістан облысы табиғи өсім бойынша бірінші орында. Өткен жылдың қорытындысы бойынша Түркістан облысы республика көлемінде туу мен табиғи өсім көрсеткіштері бойынша бірінші орынды иеленді. Былтыр өңірде 55.845 бала дүниеге келген. 2020 жылдың 1 қаңтардағы есеп бойынша Түркістан облысы халқының саны 2.018.116 адамды құрады. Қарағанды облысы әкімінің өнеркәсіп, шағын және орта бизнесті дамыту, индустрияландыру және инвестициялар мәселелері бойынша орынбасары болып, Әлішер Әбдіқадыров тағайындалды. Ал облыстық ішкі саясат басқармасының басшысы лауазымына Ерлан Құсайын тағайындалса, облыстық мәдениет, мұрағаттар және құжаттама басқармасының басшысы болып Еркебұлан Жұмакенов тағайындалды. Сондай-ақ Қарағанды облысы әкімінің кеңесшісі болып Марат Жандәулетов бекітілді. Қытайда коронавирустен зардап шеккендердің саны 908-ге жетті. 40,1 мыңнан астам адам ауруды жұқтырды. 3281 адам сауығып ауруханадан шығарылды. Бұл туралы Қытай үкіметінің денсаулық сақтау комитеті хабарлады. Осы және өзге де жаңалықтарды толығырақ Егемен Қазақстан газетінің бүгінгі санынан немесе egemen.kz сайтынан оқи аласыздар.